Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын, әрі тез уақыт аралығында дайын болатын фунчоза салатының рецебімен бөлісемін. Ең алдымен фунчозаны ыстық суға салып, 7-8 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Одан артық ұстамаймыз, езіліп кетуі мүмкін. Фунчоза кеспесі дайын болғанша келесі кезекте подливын дайындаймыз. Ең алдымен үлкен бір ірі пиязды алып, оны сақиналап, ұсақтап тураймыз. Келесі кезекте тәтті болгар бұрышын алып, оны да ұзыншалап барлығын турап шығамыз. Үлкен бір бәз сәбізді алып, корей күшінен өткізіп, келесі кезекте тауықты да осылай ұзыншалап тураймыз. Мен жылдам дайын болу үшін тауық етін пайдаландым, немесе сиыр етінде, қой етінде пайдалануға болады. Қызып тұрған майда тауықты қуырамыз. Достар, менің каналымда осындай көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Тауық еті қуырыла бастаған кезде пиязды алып қуырып, пияз қуырылғаннан кейін үстіне осы үккіштен өткізілген сәбізді салып 2-3 минуттай қуырамыз. 2-3 минуттай сәбіз қуырылғаннан кейін оған тәтті болгар бұрышын салып, оны да 2 минуттай қуырдым. Аса қатты қуырып қажет емес. Барлығының дәміне қарай тұз және бұрышын саламыз. 9-10 минуттай уақыт өткеннен кейін келесі кезекте фунчозаны алып тұршылақпен сүзіп алдым. 2 бас қиярды және де 1 қызанақты алып, оны да ұзыншалап тураймыз. Ұзыншалап туралған көк пиязды да қостым. Осының барлығын кеспеге қосып, дайын болған подливті осының үстіне қосамыз. 2 ас қасық соя тұздығын және де дәміне қарай кориандр және жарты шай қасық паприка қостым. Тұз және аздаған қызыл бұрыш қосып, барлығын езіп алмай араластырамыз. Соя тұздығын қосу міндетті емес. Барлық ингредиенттерді қосып болғаннан кейін келесі кезекте қуырып алған күнжутты да аздап септім. Достар, міндетті түрде ауызашарға дәл осы фунчоза салатын дайындап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта дәл осы кулиш нанының рецебі шығады. Салаттың толық жазбаша рецебін описание бөліміне толық жазып қалдырамын.